Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Нұр-Сұлтан қаласы номер 68-ші мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Құлманова Ләззат Жамашқызымын. Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Сабақтың мақсаты тарау бойынша білімімізді тексеріп бағалаймыз. Өткен сабақтарды қайталап еске түсіреміз. Ең алдымен сабақты бастамастан бұрын жұмбақтар шешіп алайық. Құс сияқты құс емес, самғап ұшқан биікке, қанаты бар қақпайды, жүрсе де сондай биікте. Бұл жұмбақтың шешуі не екен, балалар? Иә, дұрыс тауып отырғандарыңа сенімім мол. Жұмбақтың шешуі ұшақ. Келесі жұмбаққа назар аударайық. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Бұл жұмбақтың шешуі не екен? Иә, балалар, шешуі зымыран. Байқасаңдар, біздің жұмбақтарымыз аспан әлемімен, ғарышпен байланысты болып тұр. Біз ғарышқа саяхат бөлімін аяқтадық, енді сондағы тақырыптарымызды еске түсірейік. Алдымен мына суреттерге назар аударайық. Адамдар ғарышқа ұшуды өте ежелден армандады. Олар кейінірек аэростат, стратостат, дирижабль, планер, триплан, ұшақ, тікұшақ, тіпті кейінгі уақытта зымырандар да ойлап тапты. Сөйтіп, ғарыш әлеміне емін-еркін саяхат жасайтын болды. Енді тарау бойынша алған білімдерімізді еске түсірейік. Сұрақтың орнына тиісті сөзді қойып оқы. Бірінші, осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты не пайда болды? Тарауды мұқият оқыған балалар біліп отыр. Әрине, планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін кім жасағаны белгілі? Сұрақтың орнына адамның атын қояйық. Алғашқы планердің үлгісін Леонардо да Винчи жасағаны белгілі. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деген сөйлемнің мағынасын түсіндіріп беріңдерші, неліктен олай аталды? Иә, балалар, ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деп аталатын себебі тұңғыш ғарыш кемесі Байқоңырдан самғады. Бүкіл дүние жүзі Байқоңырға көз тікті. Байқоңыр Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төретам ауылының қасында орналасқан ғарышкерлер қалашығы. Аспан әлемін адамзат 1961 жылы 12 сәуірде бағындырды. Ең тұңғыш ұшақ Байқоңырдан ұшқандықтан осындай мағынасы бар. Мына кестені толтыру үшін ең алдымен мына үзіндіге назар аударайық. Оған әлі ат қойылмапты. Ғарышқа аты жоқ жолаушы жіберуге бола ма? Болмайды ғой, оған ат табуымыз керек болды. Бұл мәтіннің тақырыбы қалай еді, балалар? Иә, аман қайтып кел, звездочка. Мәтіннің авторы тұңғыш ғарышкер Юрий Алексеевич Гагарин. Мәтіннің жанры, балалар, естелік әңгіме түрінде жазылған. Кім немесе не жайында айтылған? Ғарышқа ұшқан звездочка деген ит туралы және Гагариннің өзінің ішкі сезімдер туралы айтылады. Тарауды алған сөздік қорымызды еске түсірейік. Қапыда деген сөздің мағынасы қандай екен? Ойланайық. Иә, балалар, кенеттен, күтпеген жерден, аяқ астынан деген мағынаны білдіреді екен. Ал мәртебесі деген сөзше? Беделі, абыройы, атағы деген сөзді білдіреді. Яғни осы сөздерді қолдансақ, еш қателеспейміз. Суреттерге назар аударайық. Тоқтар Әубәкіров, яғни осы кісінің басынан өткен қиындық жағдай қандай жағдайға байланысты еді? Ойланайық. Тоқтар ағамыз ғарышқа ұшпай тұрғанда, ол кісі сынақшы ұшқыш болған. Яғни
ұшақтарды бірінші рет мініп сынақтан өткізетін болған. Бұның ұшағында ақау пайда болып, жердегі басшылары бұған ұшақты тастап, өзің кел деген, жерге орал деген бұйрық береді. Бірақ Тоқтар ағамыз дер кезінде шешім қабылдап, өзінің басына қауіп төніп тұрса да, ол ұшақты да өзін де аман-есен жерге қондырды. Яғни сондай батыл ерлік жасаған кісі. Мына ғарышкерлерді атап, олардың қандай мәтіндер жазғанын есімізге түсірейік. Бірінші ғарышкер кім екен, балалар? Ойланайық. Алексей Архипович Леонов ағамыз. Ал екінші ғарышкер Юрий Алексеевич Гагарин. Бұл кісілердің қандай мәтіндерін оқып едік? Ғарыштағы түскі ас деген қызықты мәтінін оқыдық. Ал Юрий Алексеевич Гагариннің аман қайтып келе звездочка деген әңгімесін және ғарыштағы салмақсыздық деген мәтіндерін оқыдық. Өте қызықты естелік әңгімелер. Жарайсың Айдын аға өлеңінің авторы кім, балалар? Тоқтар Талғат Айдынның жолын әлі-ақ жалғаймыз, орбитасын ай күннің айналып біз самғаймыз деп жырлаған ағамыз Байбота Қошым Ноғай ағамыз екен. Қандай тамаша өлең жазған. Енді балалар, өлең шумағын құрастырып үйренейік. Бірінші жолда таудай үлкен, мен бармақтай көктің жүзін, үлкен ғалым. Боламын, барлаймын, талабым, баламын. Осы сөздерді орындарына қойып, өлең шумақтарын құрастырып ойланайық. Таудай үлкен талабым, мен бармақтай баламын, көктің жүзін шарлаймын, үлкен ғалым боламын деп жырлаған Жақан Смақов ағамыз екен. Сендер де осылай құрастырды деген ойдамын. Тоқтар ағамыз сынақтан өткізген МиГ-29 қандай ұшақ деп ойлайсыңдар, балалар? Жолаушылар ұшағы ма, әскери ұшақ па, әлде ғарыш кемесі ме? Иә, балалар, МиГ-29 әскери ұшақ екен. Осымен, балалар, біз ғарышқа саяхат тарауын қайталап болдық. Енді сендерге тапсырма. Ғарыштағы түскі ас, ғарыштағы салмақсыздық. Осы екі тақырыптың бірін таңдап отырып, өздерің ғарышкерлер рөліне еніп, таныстырым жасайсыңдар. Оны суретпен бе, қимыл қозғалыспен бе, сызбамен бе, мимикамен көрсетесіңдер ме? Ол өздерінің шығармашылықтарына байланысты. Бұл тараудан көптеген қызықты мәліметтер алдық деген ойдамын. Қош, сау болыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды.